Ал қараңыздар, мынаны төседік. Осында круглый стол бар. Осында жасаймыз. Мен начинкасы, рис, фарш. Ондай біз голубцы начинкасы сияқты ғой. Сол осыны етеміз, только біз кішкене жіңішке жасаймыз. Мынау сол баклажан сухой и этот виноградный листья. Міне осыны үшеуін қазір толтырамыз. Қараңыздар, жапырақты жаямыз. Сосын benim masamı bol bol dinleyeceksiniz. Daha benim masamın üstüne çıkan bir masa görmedim. Benim menüme denk bir menü görmedim. Bunu tabii ki de dile getireceğim. İşte bundan kimse gocunmasın. Daha üstteydi. Daha üstteydi. Sizin de bir papatyanız var. Keşke siz de koysaydınız. Papatyalar da kendinden vazgeçmiş zaten. Solmuş papatyalar. Solmuş. Evet, solmuş papatyalar. Siz öyle görüyorsunuz. Kendiniz öyle olduğunuz için çiçekler. Ал қазір пісіретін болдым. Осылай қойдым. Мына жерге баклажан, виноградный листьядан и капустамен қатарладым. Осылай лимон турадым. Ыстық су қоямыз. Мен бір стакан қостым. И май қосам. И все осылай пісірем. Бір қасық сұйық май. По идее қасық, но менде кішкене болғаннан кейін бір қасық жетеді деп ойлаймын. И бетін жауып қоям. Тарелканы бүйтіп басып қою керек. Осылай тарелканы басып қоям да, бетін жауып, осылай 30 минуттай пісіремін.